Әйелдің қадіріне жету керек. Әйелдің қадіріне жету керек. Әйел сенің құлың емес. Әйелді боқтаған еркек емес. Әйелді боқтаған еркек емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кімде-кім біреуді боқтайтын болса, өзінің шешесін зina қылғанмен тең деген. Білесіздер ме соны? Әйел кісіні боқтамайды. Неге боқтайсың оны? Неге ұрасың оны? Заң бар, ажырас. Бірақ сонда бір еркектер бар. Бұл енді бүтін еркектерге топырақ шашпаймыз. Еркек болу керек. Bir күні бір ағам бар еді менің, өзі милицияда істеген. Енді анау сондай таза жүретін, анау шалбарының қыры қылыштай еді ғой. Иілмеген. Бірақ жеңгемізді көп сорлататын, жүзі көп сорлататын. Ана қатынмен де жүреді, мына қатынмен де жүреді. Енді олар ойнастық қылады да енді. Сол жеңгеміз бір аурулармен дүниеден өтіп кетті. Bir gün қарасам, жаңағы ағамыз отыр, сақалдар өсіп кеткен, шаштар өсіп кеткен. Ана шалбар танкының астында қалып кеткен шалбар. О, көке, ассаламу алейкум, уалейкум, отырыңыз деп, моторда кетіп бара жатырмыз. Үндемейді. Мен айттым, көке, не болды? Ренжіп қапсыз ғой. Қандай көмек керек деп едім. Сонда жаңағы ер кісі жылады ғой. Өнем деді, жеңгеңнің қадірін білмеген екенмін деді. Менің адам болып жүргенім, еркек болып жүргенім жеңгеңнің арқасында екен ғой. Үйдегі баланың алдында қадірім қалған жоқ, келінің алдында қадірім қалған жоқ. Мына менің үстіме, киіміме қарап тұрып та айтып атқан шығарсын деді. Өтіктелмеген шалбарды емес, азанда киген шалбарды әбетте кимейтін едім ғой. Осыншалық қор болдым ғой деді. Қараңыз, әйел кісі бар ма? Бұл қымбат, бұның қадіріне жетейік, сыйлайық бұны. Ең кемінде өзіңіздің қызыңызды ойлаң, келініңізді ойлаң, әпкеңізді ойлаң, анаңызды ойлаң. Аллах субхана тағала баршамызға екі дүниенің жақсылығын берсін.